Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ балды торт әзірлейтін боламыз, яғни медовый торт. Ол үшін біздерге 3 жұмыртқа керек болады. Осыларды әзірлеп алғаннан кейін қант саламыз және де медымызды салатын боламыз. Жолымен өзіңізге қалай ыңғайлы солай. Содан кейін осылай сеуіп шығамыз. Торт өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасалуы өте оңай. Жарты сағатта 20 минутта жасап үлгересіздер. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіз. Рецепт сізге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.